Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. 6 бала. Кімнің аузына қақпақ боласың? Айтқандар айта берсін, бәрі де рас. Баласы да көп, шешесі де орыс мұның. 30-дің 5-еуіне жаңа келген Кәрімнің әйелі кеше тағы да босанды. Ұл тапты. Шекесі торсықтай, бұл ұл Кәрімнің 6 баласы. Мұны өсек қылып, сыртынан күлер несі бар екен? Сол балаларын асырай алмай жатқан бұлар жоқ. Кәрімнің шешесі Варвара әжей жедел туған 3 ұл мен 2 қызды қашан болсын үйректің балапандарындай тізбектеп, соңынан ертіп жүретін көргенде, кімнің болмасын іші жылып сала беретін. Әрине, соңғы уақыттарда әдетімен 1, болмаса 2, одан асып кетсе 3 бала асырау 5-еуіне қарағанда жеңілірегін Кәрім де жолдасы Данаш та білет. Бұлардың да әр неден хабары бар. Бойға біткенді сылып алғызып тастаудың да болмайтындығын Данаш бір әйелдей-ақ білет. Тәңірі сақтасын. Өз ұрпағына бұлайша қастандық жасау мұның ойына кірсе болды. Төбе жашы түктіріп, әбдісі ұшатын. Рас, көп баланы киіндіру, тамағын тауып берудің машақаты да көп. Өз құрбылары сияқты бұлар үйлерін бүлікке толтырып, үлде мен бүлдеге малынып отырған жоқ. Екеуінің табысы 1 айлықтан 1 айлыққа әзер жетіп, үнемдеп, барды ұқсатып отырумен жетіп келеді. Кәрім осы шағын аудан орталығында да балаларының қамы үшін көшіп келді. Қаланың аты қашанда айтқанымен қала ғой. Әсіресе бұларды үй жайы қатты қинады. Облыс орталығынан әні пәтер аламыз, міне аламыз деп жүріп, балаларының үлкені Жанаттың мектепке баратын жасқа да келіп қалғанын сезбей қалыпты. Бірнеше жылдан бері пәтерін жалдап тұрған орыс кемпірі Варвара әжей обал нешік бұларға аса қысастық көрсете қойған жоқ. Шағын ғана ағаш үйдің 2 бөлмесін бұлар иемденді де, бір кішкенесінде кемпірдің өзі тұрды. Жілік алмақ баланың мінезінен дегендей, Варвара да бұлардың балаларының туған анасындай болып кетті. Кәрім болса жалғыз басты кемпірдің үйін, қора-қопсығын жүдетпей ұстады. Жылына 1 іші сыртын Данаш екеуі сырлап, жұмыртқадай жұтындырып әктеп қоятын. Ауладағы талдан тоқылған кең шарбақтың ішіне жаз болса түрлі жеміс жидек өсіріп, бәрі қарық болып жататын. Бір үйдің қысқа отын суында Кәрім өзі әзірлеп, Варвара әжейдің сеніміне әбден кіріп алғанды. Кәрім жақсы жігіт деп көрші кемпірлеріне мақтанып отырғанын естігенде Данаштың ашаң жүзіне қан жүгіріп сала беретін. Жаздың сол бір кешінде бақшаны суарып жүрген Жанаттың бір ауыз сөзі бұлардың ішкі ой әлемін төңкеріп кеткендей болып еді. Папа, мен биыл оқуға мектепке барамын ба? Деп 3 қабатты қызыл түсті мектепті нұсқап көрсетіп тұрған Жанаттың қуанышты жүзін көргенде екеуі бір-біріне аңдарыла қарап тұрып қалғанды. «Иә, сол мектепте оқитын боласың», деп Данаш ұлының қуанышын құптағандай көңілді жауап берді. «Мектепке барып оқысам, үйде сабақ қарайтын орын да жоқ қой». Жанаттың сәби көңілінен шыққан бұл сөзі Кәрімнің жүрегін езгендей болды. Бұлардың әйелінің, одан қалса 5 баланың біреуінің үйін үй қылып, аядай жерде сығылысып отырғанына өзі алғаш рет кінәлі сезінді. Кәрімнің көңіліндегі осы бір жандардың алдындағы айыбы күн сайын ұлғая түсті. Өзінікі деген бір баспанаға қолы жетпей жүргеніне қорланатынды шығарды. Сөйтіп, өз жанын өзі жеп, еңсесі түсіп, көңілі жүдеп жүргенде институтта бірге бітірген Әбдікерімнің жолға кеткенін қайтерсің. Ол Кәріммен даурыға амандасып, жай күйді сұрастырып жатыр.
естідің бе, мен әлгі жаңадан құрылған аудан орталығындағы есептеу станциясының білдей бір бастығы болдым ғой, деп Әбдіман өзіне тән аңқылдаған көңілімен қызметінің өскенін де ақтарып салды. Өзіңше, баяғы бір орында тапжылмай қойдың ғой. Айтпақшы, Данаштың, балалардың жай-күйі қалай? Ой, өзің ұялдың ба? Әбдіманның соңғы сұрағы Кәрімнің көңіліндегі қуанышты су сепкендей басты. Бірақ жүрегі тына қалған реніштің табын сездіргісі келмеді. Ұялудың реті әлі келмей тұр ғой, деп Әбдіманның соңғы сұрағына баяу ғана жауап берді. Ойбой, сорың қалғыр екенсің әбден. Данашпен 5 балаңды аясаңшы, біреудің қас-қабағына қарап отырғанша бізге көшіп кел. Дәл қазір біздің мекемеге бас бухгалтер ауадай қажет болып тұр. Данашқа да жұмыс табылады, бір үйдің кілті міне қалтамда жүр, деп қалтасынан қос кілтті алып шығар жағынан ұстап, қоңырау қаққандай сылдырлатпасы бар емес пе? Досына өзінің жайынан, көңіл күйінен қаншама сыр бергісі келмесе де, Кәрім қос кілттің мына сылдырдың естіп күліп жіберді. Ол құрғырың неше бөлме өзі, деді Кәрім басқа ойды ұмытып. Әзірге саған жетіп жатыр. Ас бөлмесінен басқа 3 бөлмесі бар. Жылу жүйесі тартылған. Мал ұстайтын болсаң, шағын қора қопсығы да әзір тұр. Жата жастана жатып кең үйге де кірерсің. Кәне, бас бухгалтер болып келесің бе? Бізге соны айтшы. Қалған шаруаны басшылармен өзім-ақ шеше берермін. Мен мұнда 2 күнге болам. Данашпен ақылдаста, таңертең жауабын беретін бол. Кәрімнің баспанадан жүдеп жүргенін, қазығы көңіл күйінен жазбай таныған Әбдіман досының ойын әбден матап тастады. Көшу керек деген ой Кәрімнің есінен күні бойы бір шыққан жоқ. Құлағының түбінен досының қолындағы қос кілттің манағы сылдыры жаңғырып тұрып алды. Кешке жұмыстан Кәрім үйге ауыр оймен оралды. Күндегі дағдысынан да жаңылғандай. Бақша суаруға да шықпады. Темір керуеттің үстінде шалқасынан түсіп жатып алды. Балаларының бақ ішінде бір-біріне су шашып мәз болып ойнаған тәтті күлкілері де ойына дарияр емес. Кешкі асты ішіп, балалар орындарына жайғасып, тынышталған соң Кәрім ыдыс аяқты жинастырып жүрген әйеліне қарап, көшуіміз керек, кетуіміз керек бір жерге, деді. Әуелде мұның бұл сөзіне жете түсіне алмай қалған Данаш Кәрімге үрейлене қарады. Әйелінің істің мәнісіне бойлай алмай әбдісі ұшып кеткен көрген Кәрім Данашты бұдан әрі қинағысы келмеді ме? Әбдіраманмен болған әңгімені түгел айтып берді. Ас столына шынтағына таяна отырып қалған Данаш алжапқышының етегімен бетін басып, солқылдап жыласын келіп. Онысы несі екен? Біреудің үйінің отын жағып, күлін шығарудан құтылғанына қуанғаны ма? Не, өздерінікі болмаса да 5 баласының алтын ұясындай болып кеткен осы бір ескі үйді қимай отырмай екен. Данаштың өзі тілге келгенше Кәрім бұл арасын ұға алар емес. Мен саған баяғыда мына балалар тумай тұрып қоныс табайық деп едім ғой. Данаш солқылын баса алмай әзер сөйледі. Енді мынау құлайын деп тұрған жер үйге анау өлмелі кемпірді қалай ғана жалғыз тастап кетесің? Балалар да тіпті өзіміз де сол кемпірге бауыр басып кеттік қой. Енді қалай ғана қиып тастап кетесің? Данаш осыны айтты да көзін сүртіп аулаға шығып кетті. Бірақ көшемін, кетемін деген ойлар көңіл түкпіріне бойлай еніп алған Кәрімді әйелінің бұл көз жасы да ығындыра алмады. Сабасына түскен Данашқа бұл қызметтің де, жаңа пәтердің де 3 ұйықтаса түсіне кірмейтін жақсылық екендігін айтып ұғындырғандай болды. Қанша айтқанмен әйел заты ерінің қызметі жоғарылап, тұрмысының түзелгенін жек көруші ме еді? Кәрімнің жаңа үйіміз болады, от жақпайсың, мал ұстап,
жұт қатарлы тұрмыс түзейміз деген сөздері Данаштың да бойын ұйытқандай көңілі орнына түсті. Варвара әжеге обал ғой, оны не қыламыз деген Данаштың сұрағына ғана Кәрім тосылып жауап бере алмай қалды. Бейшара кемпір мына қала аралап кетер екен, деді біраз үнсіздіктен соң Данаш. Балаларға біраз киім-кешек алып келіпті. Әже-ау, Кәрім болса әлі айлығын алған жоқ, сізге бере қоятын ақшам болмай тұр ғой менің, деп қатты састым. Саспа қызым, бұл менің балаларға келген сыйлығым деп мәз-майрам болған бесеуін шыттай жаңа киіндіріп, оны өзі қызықтап отырған кемпірмен бірге менің де көңілім босап кетті. Осыны айтты да Данаш қайтадан көзіне жас алды. Бұлар өздерінің басқа жерге көшетіндіктерін қаншама жасырғанымен Варвара әже ол ойларын сезіп қалған еді. Күнде жолығып әңгіме дөкен құрып жүретін кемпірдің біреуінің қызы Кәріммен бір мекемеде жұмыс істейтін еді. Сол қыз айтқан ба әйтеуір Варвара әже Кәрімнің аудан орталығына көшейін деп қазіргі мекемесінен есеп айырылысып жүргенін естіп үйіне киіп келді. Данаш жасап алдына қойған шайды да зауқсыз ішіп бүк түсіп жатып қалды. Сол жатқанын күн кешкіргенше қарт ана орнынан қозғалған жоқ. Кәрім мен Данаштың бақ ішінде балалардың біреуін жұмсап шақырып алды. Данаштың жүрегі аузына тығылды. Кәрімнің тасасына қарай ығыса берді. Қазір бәрі де бітпекші. Бұлардың ұрлығының беті ашылып, сорлы кемпірдің соңғы үмітінің жібі үзілмекші. Қорықпа қызым, деді Варвара әже. Сендер айтпағанмен бәрін де естідім. Өкпем жоқ сендерге. Маған туған аналарыңдай қызмет еттіңдер. Әрине, сендерге үй керек. Соғысқа деген шалым салып беріп кеткен мынау үйді сендерге бергеннен бұл баспана болып жарамайды ғой. Оны өздерің де білесіңдер. Көшулеріңе рұқсат. Бара қойыңдар, айналайындар. Варвара әже үшін бұл сөздерді айтудың қаншалықты азабы болғандығын көріп отырған Кәрім мен Данаш отырған орындарынан қыбыр ете алмай қалды. Қарт кемпір қолындағы ақ орамалмен көзіндегі қос тамшыны сүртті де буын-буын сырқырап орнынан тұрып темір кереуеттің астындағы ескілеу қобдишаны алып оның аузын ашты. Ех, менің Миколам, міне, деді ол үні дірілдеп. Қолындағы әскери киімді жас жігітті ескі бір суретіне қарап отырған қартананың жүзіндегі әзірдегі мұң ізім қайым жоғалып кетті. Миколам, бала қайда жүрсің? Келсеңші енді, деп суретті сипап, оны кеудесіне басты да қартана ауыр күрсінді. Қолы дірілдеген қартана демі үзілгенде ауыр күрсініп қалды. Варвара апай, біз мұнда сізді тастап ешқайда кетпейміз, деген Кәрімнің үні дірілдеп шықты. Бізбен бірге боласыз. Сіз бәріміздің анамызсыз ғой, дегенде Данаш шыдай алмай өксіп жылап кемпірді құшақтап алды. Айқаса кеткен қос құшақ арқылы ана мен баланың жүрегі табысқандай болған соң, бір сәтте бұлардың жан күйзелісінен ұғар сыр да мол еді. Қарт ананың кәрі жүрегі өзі дүниеге әкелген ұрпағының қызығын көре алмағандығын айтқысы келсе, Дана мен Кәрімнің қиын сәтте пана болған қамқоршы ана болған осы бір орыс кемпіріне деген ет жүректеріндегі ыстық сезімдері көз жастары болып тұңғыш рет тысқа шыққан еді. Мә, мұнан ұста, деп Варвара әже ақ шүберекке оралған түйіншекті сандықтан алып Данашқа ұстатты. Бұл не, Варвара әже? Жаңа үй алсаңдар, дүние мүлік әперемін ғой деп жинап жүредім. Бұл 8 жыл бойы өздеріңнің маған төлеп келген пәтер ақыларыңның ақшасы ғой. Қанша екені санаған жоқпын. Жаңа жерге көшу үшін де қаражат керек. Сендер үшін жинап сақтап едім, айналайындар. Данаш қолындағы түйіншекті ұстаған қалпы қимылсыз қатып қалды. Аузына сөз түссейші.
мына түйіншекте ғана орыс кемпірінің мына қылығы Кәрімге де есінен тандырғандай, ол да үн-түнсіз қарап тұр еді. Барбара әжей, мұныңыз не? Данаштың үні діріл билеп, ол қолындағы түйіншекті қарт кемпірге қарай ұсына берді. Жо, қызым, шын ниетімен сендердің игіліктерің үшін жинадым. Ала ғой, бұл ақша маған неменеге керек дейсің? Ал енді ертеңнен бастап жаңа мекенімізге көшуге әзірленейік. Сен екеуің, деді Барбара әжей Кәрім мен Данашқа бұйыра сөйлеп, балаларды алып бара беріңдер. Маған Жанадикті тастап кетсеңдер болды. Мына үйді алатын біреулер болса сатып, сонан соң баламыз екеуміз сендерді өзіміз-ақ тауып аламыз. Кәрімнің шағын ғана аудан орталығының күнгей жақ бетінде орналасқан қос қабатты кеңсе үйінің есігінде бас бухгалтер деген жазуы бар есікті ашып, өз орнына жайғаса бергені сол еді. Бір топ адам сау етіп кіріп келді. Бәрінің аты жөнін түгел білмесе де, жүздерін шырамытады. Осы мекеменің қызметкерлері болатын. Жапа-тармағай бәрі де Кәрімді тумасымен құттықтап, қайырлы болсын айтып жатыр. Қареке, бұл тума енді біздің ұлы болды. Көрмейсіз бе? Жаңа жер жаққалы тұр. Келінді айтамнау жарабақ жатыр. Бұл араны бөтенсінбей бірден ұл туып бергенін айтсаңшы. Жатон бәрінен бұрын келіп Кәрімнің қолын алып еді, тағы да міне өзі бастап еркінсей сөйлеп тұр. Неге екенін білмейді. Алғаш көргеннен Кәрім осы бір толықтау келген, бұлайша айтқанда үрлеген қарындай домаланып тұрған осы бір жігіт ағасынан тіксініп қалды. Быртиған саусақтары да сүйкімсіз-ақ мұның өмірбаянымен таныса келіп, Жотаның бұл шаруашылықта бас бухгалтер болып қызмет істегенінде жолын тауып мемлекеттік қаражат оңды-солды шашқан үшін орнынан түсіріліп төмендеп осында келген білді. Өзінің алаяқтығын ол енді міне Кәрімнің қазіргі қуанышты сәтінде де жағына сөйлеп білдіріп алған еді. Бұлар біртіндеп тарай бастаған сәтте Кәрімнің бөлмесіне Әбдіман келіп кірді. Табалдырықтан бері өткен бойда Кәрімге анталай ұмтылған ол бұрышта елеусіз отырған Жотанды көріп бойын жинап сабырлы қалпына түсе қойды. Әбдіман Қалиевич, сәлеметсіз бе? Үй ішіңіз, бала-шағаңыз тегіс аман ба? Деп майға салған қасықтай жылпылдап тұрған Жотанның амандық саулығына бұл басын изеп қана ниет білдірді. Ал мен кетейін, мына Кәрім айналайынның қуанышына шыдай алмай ертерек келіп құттықтағаным ғой. Әдіман Қалиевич те бастықпын демей өзінің келіп құттықтауы міне нағыз азаматтығыз. Ал айналайын Кәрім, шырақ ұлыңның бауы берік болсын. Қас-қағым сәтте Кәрім мен Әбдіманның жылтыр сөзбен асты үстіне түскен Жотан жорғалай басып бөлмеден шығып кетті. «Я, батыр, тума құтты болсын», деді Әбдіман есін жиғандай. «Әй, өзің ауданға келмей жатып Данашты перзентханадан бірақ шығардың ғой. Қазір бүкіл аудан орталығы сендерді гу-гу әңгіме қылып жүр. Бәрін бірақ тындырдың. Молодец». Әбдіманның орынды қалжыңына разы болған Кәрімнің еңсесі көтеріліп қалды. Ал енді менде көп уақыт жоқ. Данаш перзентханадан шыққан күні Барбара әжейді балаларды алып біздің үйге келіңдер. Ереуіл беруге дайындалып едік, Данаш сол жоспарымызды бұзып жіберді, деп Әбдіман шығуға ыңғайланды. Үйде кеңінен отырып әңгімелесерміз. Ал уәде сол болсын. Кәрімнің үй іші Әбдімандар жылы қарсы алды. Аш шелініп, шәй ішіліп болған соң Барбара мен Әбдіманның шешесі Зейнеп әжелер бір бөлмеде сырласуға кіріссе, балалар өздерімен өздері мәз-майрам болып жарысып кетті. Кәрім мен Әбдіман оңаша бөлмеге кіріп жайғасты да әуелі түрлі шаруаны басын бір шалып әңгіме қылып отырды. Досының көңілі мен ниетіне разы болған Кәрім: «Әбдіман», деді, оны өзіне жалт қаратып, «осы жаңа жерге көшіп келгелі мені жұрт сан саққа жүгіртіп отырғандығын сезіп жүрмін.
Біреулер балаларын асырай алмаған соң көшіп келіпті. Анау орыс кемпірі өзінің шешесі емес екен, соның көп ақшасына қызығып әдейі алып келіпті деген сөздерді естіп жаным күйзелді. Саған Барбара әжейдің сыры әбден белгілі ғой. Ал менің 6-шы балам туралы не білесің? Әбдіман үнсіз отырып қалды. Әуелде ол Кәрімнің бұл айтқандарын түптеп ұғына қоймап еді. Жұрт мені баласы көп деп әңгіме қылатыны несі екен деген Кәрімнің сөзінен кейін барып, алдында отырған досының көңілінің түкпіріндегі сырды ұққандай болды. Ой Кәрім, сен де қызық екенсің. Айтқан жұрт айта берсін, сол балалардың өз ұрпағың емес пе? Қайта 6 балаң бар деп мақтанбайсың ба? Дұрыс айтасың әрине. Бәрі де өз кіндігімнен шыққан ұрпақтарым ғой. Мен әкемнің бір ауыз өсиетін орындап келемін. Данаш екеуміз Тәңір берген балаларды көпсінбей, есептен шектемей жарық дүниеге келтіріп жатырмыз деп ойлы жанарымен шам жарығына қарап ұзақ отырып қалды. Рас, бұл әке аманаты еді. Ол кезінде мұның жаңа үйленген кезі болатын. Марқұм әкесі сауыт мұны ерте үйлендірді. Көп сөзді білмейтін, бір тоға мінезді әкенің көңіл күйін Кәрім қабағынан ақ танып өсті. Бүгін шалының күндегі әдетінен ерте тұрып, қорадағы қойлардың ішінен семіз біреуін таңдап Кәрімге сойғыза бастады. Кәрімнің үйлену тойына келе алмаған шалдың үлкен ұлы Сертай бүгін кешке осы үйге болмақшы. Қарт бұл ұлын көрмегелі 10 шақты жыл болды. Оқимын деп Алматыға кетті. Қарсы болмады. Үйленемін деп еді. Қаражатын жинап, өзі барып тойын жасап берді. Әйтеуір көз алдында Кәрімі болған соң қарт әке үлкен ұлының тілеуін ғана тілеп, көп іздеп әуре бола бермейтін. Содан Алматыдан аға жеңгем келеді деген Кәрім әңгімесін жалғастырып, байғұс әкемде ес қалмады. Бүкіл елді жинап той жасады. Ағам да ағайын туысты, елді сағынса керек. Өзін еркін ұстап, жеңгемді де өздерімен бірге ерте келген 2 баласын да еркелетіп көңілді жадырата түсті. Жарасқан көңілді тұғырына қонған ақ кептерлер ұзақ отыра алмады. Қуаныш шырқы келесі күні-ақ бұзылып еді. Ел тарқап, бойына күш қуатын қайтара жиған қарт Астанадан келген баласын жанына отырғызып сырласуға кірісті. Баласының қызмет бабында бағы жанып жүргеніне көңілі марқайып отырған қарттың көзі қос немересіне түсіп еді. Ойлана қарап, баласын тізесіне түсіріп өзіне қаратты. Әй, осы сенің үйленгеніңе ұмытпасам 15 жыл болған жоқ па? Иә, солай әке. Әй, содан бері көргенің осы 2-ақ бала ма? Ой әке, соны да сөз қылып, осы 2-еуі де жетеді. Тәйт балам, жеткені несі? Тәңір бұдан басқа бала бермей жүрме сендерге? Сертай мырс етіп күліп жіберді. Қызған көңілмен лепіріп отырған ол бұл күйде әйелге бала тудыру мұның қолында екенін айтып салмасы бар емес пе? Не дейді мына патшағар деп қарт баласына үрейлене қарады. Сонда не амал жасайсың балам? Әке мен дәрігер, гинеколог пен бала көтергісі келмеген әйелдердің бойына біткенін салып алып тастау мамандығымын менің. Бір уақытта әкенің жан даусы шықпасы бар емес пе? Деп Кәрім мынау оқиғаның қызығына әбден беріліп мұқият тыңдап отырған Әбдіманға қарады. Кәрім, әй Кәрім, мұнда кел деген әке қалш-қалш етіп орнынан әзер тұрды. Қолындағы таяғымен Сертайды нұсқап, мынау найсаптың көзін жоғалт бұл үйден. Жол қаражатын бер, мал сойып бер де түнгі пойызға мінгізіп жібер. Енді қайтып көзіме көрінбесін. Әй, естідің бе? Деп маған бір даусымен айғай салды. Ол найсапты мен өлгенде де алдырушы болма. Өз ұрпағын өлтіріп жүрген бұл анау арам қолмен менің қабіріме топырақ салушы болмасын. Ұқтың ба сен?
тұла бойын ашу қысқан қарт өз орнынан барып теріс қарап жатып алды. Сол жатқаннан оңалып тұрып та кете алмады. Сертай ағалары Кәрім мен Данаш көңілдерін тауып сол күні-ақ Алматыға аттандырып салды. Жай қол алысып қоштасарда болмаса аға інілі болып бір-бірімен ашыла сөйлесе де қойған жоқ. Данаш екеуі бәйек болып төсек тартып жатып қалған қартты ренжітпей күтудің қамына кірісті. Өңі сынық болғанымен бүгін басын көтеріп отырды. Келіні демеп құйып берген шайды баппен ішіп болды да орнынан тұрып берген келін баласына отыра тұрыңдар дегендей қолымен нұсқап белгі берді. Әкем ойланып ұзақ отырды. Көкейіндегі бір ауыр ойды бізге қалай айтарын білмей қиналды ғой деймін. Ауық-ауық дем алып тынысын тарыла берді. Балам, деді біраздан соң маған қарап, анау Сертай ағаң жаныма ауыр жара салып кетті. Оны неге қуып жібергенімді сезетін шығарсыңдар. Ал сендерге айтар аталық тілегім, соңғы аманатым, өз қолдарыңмен болашақ өз ұрпақтарыңның жарық дүниеге келуіне тоқтау сала көрмеңдер. Баланы көпсінбеңдер, Тәңірдің бергенін ала беріңдер. Шырақтарым, менің де немерелерім, ұрпақтарым көп болсыншы айналайындар, деген әкенің үні дірілдеп жалынышты шықты. Сауыт қарияның бұл келіні мен баласына соңғы тілегі еді. Әке өсиетін Кәрім аяққа басып отырған жоқ әзірге. Данаштың қой ұят болар, хабар берейік дегеніне қарамастан қарт дүниеден өткенде Сертайға да хабар жібермеді. Міне 6-шы баланың осындай хикаясы бар, деді Кәрім орнынан тұрып. Әке өсиетін орындау парыз. Данашты енді мат героина қылып абыройға бірақ бөленсем бе деп жүрмін. Кәрім осыны айтты да рахаттана күліп алды. Досының бұл әзіліне разы болған Әбдіман мұны қаусыра құшақтап арқасынан қақты. Кәрім, әй Кәрім, үйге қайтпаймыз ба? Балалардың ұйқысы келе бастады, деген Барбара әжейдің қарлығыңғы үні шықты. Төргі бөлмеден жас нәрестенің іңгәлаған күміс үні бүкіл үйге естіліп жатты. Бұл жылаған жарық дүниеге кеше ғана келген Кәрімнің 6-шы баласы еді.